Өтегүл апайымызды құрметпен шақырамыз. Кәнекей бастауыш сыныптан бермен қарай ұстаз болған апайымызға құрмет болсын. Өтегүл апай келіңіз. Мейірімімізді орамалымыздың ұшына елатып қош келдіңіз. Өзіңіздің де перзенттеріңіз бар, немере шөбереңіз бар, Аллаға сансыз шүкір. Солардан бөлек сізге ең жақын болатын, әрине осы кішкене ғана бүлдіршін кезінен қабылдап алған өзіңіздің оқушыларыңыз. Сіздердің берген бата тілектеріңіздің арқасында осындай тамаша күйге жетіп отырған жағдайымыз. Аман болыңыз деп сөз бастап беріңіз дейміз. Қымбатты балаларым, ең алғаш мектеп табалдырығын аттағанда әрбір оқытушы, мен солай деп ойлаймын, кірген оқушының көз жанарына қарайды. Менің көзімнің алдында мөлдіреген көз жанарларын әліге дейін сол күйінде тұр жандарым. Алла тағала міне бүгін сендердің 20 жылдықтарына ойдағы жоқ жерден қосылып, осында келіп қалғанына қатты қуаныштым. Айналайындар, сол кезде 24 едіңдер. Мен алған классымның 24-тігін айтпадым. Ішінде не бір ерке тотайлар, не бір ақылды балалар, не бір тәрбиелі тәртіпті балалар да болды. Ішінде тентегім, ақ тілеуім болды. Бүгіндігіні ақ тілеу осыны басқарып, осы тойды жасап атыр дегенге төбем көкке жетті айналайын. Ақ тілеу. Шәмшірі дейін, үйге дейін зорға жетелеп алып бар, үйде жүзға берге дейін жетелеп келген шәмшірі дейін айналайын сенен. Барлығының қылығын әлі көз алдымда бүгінгідей. Айналайын сендерден, міне бүгін біреуің ана, біреуің әке болып, елдің, халықтың алдында мына 20 жылдық мерекелеріңді істеп жатыр екесіңдер. Құтты болсын. Әрине ұстаздар, сіздерге де сол той құтты болсын. Біздің қуанышымыз осы балалар. Өз баламызға қараған жоқпыз. 2 айлықтан біздер, баламыз 2 айлық болғаннан жұмысқа шығып кететін. Қазір міне 3 жыл отырады адамдар. Біздер 2 айлық болғаннан баламыз 5-ке салып, сендердің тілеуін тілеп, сендердің оқығаныңды ойлап, осылар қашан жақсы болады екен деп, тілектерін тілеген аналардың бірімін жаным. Мен естен шығарда сенің классың тәртіпсіз десе, мен бардай отырыңдар деп кетсем, мен бардай отыратын еді, бірақ қалай тәртіпсіз болса да менің сөзім заң ел болар үшін. Солай ма жоқ па, Исабек? Мен бардай отырыңдар деп естіп жауабында сыртында тұрам, бірақ кет қалмай ма жаққа? Бірақ тыңдап тұратын ем, осылар мен бардай отырма, мен бардай отырған жоқ па деп. Гүлжанға тапсырғанда да айтқам, мен балдарым еркелеу, бәрінің астына бір-бір көпшік әкеттер, үйде көпшіктер даусылды дегенмін. Міне сеткен балдарым, бүгін той беріп, үбірлі-шүбірлі болып, өсіп-өніп, бөтелі болып, ана болып, әке болып жатыр екесіңдер. Барлық не құтты бола берсін. Алла тағаланың алдында жүздерің жарқын болсын, мәртебелерің ұлық болсын. Әке мен шешенің берген тәрбиесін, ұстаздың тәрбиесін алған перзенттеріміз бүгінді осындай салауатты тіршіліктерге жол қойған екен. Ақбілеу жаным, саған да рахмет. Асаута өзі жақсы емес. Менің апама ұқсаған олсын. Негізі. Айналайын, рахмет сендерге. Мына құрмет қылып ұстаздарды басын жинап, ағайларыңды шақырып, апайларыңды шақырып, осы тойларыңа біздерді куәгер болсын деген екесіңдер, сендерге де үлкен рахмет. Бағы дәулет, ырысқы несібелерің мол болсын, елдің, халықтың алдында жүздерің жарқын болсын. Мына індетіміз елге келген, түгеп, құрып, бір еркіндік заман болсын.
Бұлай қысылмайық. Бұдан кейінгі өміріміз ешқашан қысылмасын. Кең замандарды, ең бейбітшілік күндерді тілеймін жандарым. Рахмет сендерге. Өтегіл апай, асықпаңыз. Енді сізге деген құрметіміз, алғысымыз бар. Сонымен қатар айтатынымыз, дүние тұрғанша тұрыңыз. Әдемі қарттықты Алла тағала сізге нәсіп еткен бола берсін дейміз. Жасы 100-ге жетсін дегендер бар ма? Апайымыз. Апай недовольный 100 аз дейді. 120. Бола ма? Недовольный. 150 апа. Енді апам бейіне бір жас беретін жерде істейді деп ойлап қойған шығар. Апа, Алланың берген жасын жасаңыз. Аман болыңыз. Біздің қыздардың, жігіттердің артынан әдемі сый-сапатымыз бар. Тамақтан кейін ба? Апа, үлкен болайын деп тұр енді сіз. Сәл асықпаңыз, подарка бермей қалды, настроениеңіз болмай қалмасын, апа. Сәл жайғасып отыра тұрайық, тамақ пісіріңіздер болайық. Одан кейін тағы шығарып, тағы подарка береміз, апа. Рахмет кәніге. Әбіген, теңші. Естері кезден көтсін, қошы көттерді. Шоқтасын. Bir sürü Apа. Тамаша, рахмет. Өтегіл апай, аман болыңыз, тастарған басын жайғасыңыздар. Енді бүгін мінекей Алла тағала сүйген адамына бақыт береді десе, адам сүйген қонағына ас береді деген бүгінгі кешіміздің барша қонақтарына осынау Даймон салтанат сарайының бас аспаздарының қолынан шыққан алғашқы ас мәзіріміз кеш төріне, дастарханның төріне алдыртсақ дейміз. Қабыл алыңыздар қанекей. Құрметті ағайларымыз, құрметті апайларымыз, астарыңыз сәтті болсын. Ағда кештеріңіз құтты болсын деп кешіміздің әдемі кезегін өнердің көшіне, әннің көшіне ұсынайық. Ән айтқан сайын әріміз кіреді, әнді тыңдаған сайын шанымыз кіреді. Енді алдарыңызға шығатын сонау өнерпаздарыңыз шырайлы Шымқаланың төрінен келіп отыр. Тек қана облыстарымызда емес, республикамызда көрініп жүрген талай байқаулардың жеңімпазы, Сочиде өткен Славянский базардан жүлдеменен қайтқан, сонымен қатар Ресейде өткен Новая волна кереметтей байқауының жүлдегері Ермахан. Қол соғып қойсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. 84-тер қайда? Алла естерін құрметтеріңізге. Ұстаздардың құрметіне Мариям Жагон қыздар жазылған. Әсерманды. Мариям Шагон орыс қасы 16-17-ге келген кесі
Мариямады жазылсайшы қор бола бір жаманға кеткенімше алдымнан қазулы көр табылсайшы шіркін-ай дудар-ай жанарым жолдарым жылжып барады жүрегім мәңгі жаралы өтер көктем өтер күз қалайша жаным бекеміз бақытсыз жандар екенбіз арманымнан уайым кешті мендей саған тілейміз бақыт кешкі аяулы сүйе алмас дүние ешкім арманымнан уайым кешті мендей саған тілейміз бақыт кешкі аяулы сүйе алмас дүние ешкім жүрегімнің аңсары жете алмай жаным шаршады өзіңді ғана аңсады армандаумен өтерміз шын сүйгенмен екенбіз бақытсыз жандар екенбіз арманымнан уайым кешті енді саған тілейміз бақыт кешкі аяулы сүйе алмас дүние ешкім арманымнан уайым кешті мендей саған тілейміз бақыт кешкі аяулы сүйе алмас дүние ешкім сезім нәзік жүрегімді өзің жылатпа шыннан шындай күнді жылатпа жаным сәуле сен
өзің жылатпа шын ғашықтар қосылмайды бірақтан жаным сәулем сез нәзік жүрегімді өзің жылатпа шын ғашықтар қосылмайды бірақтан арманымды Ермахан, қошеметтеріңіз болсын. Басты шалма. Бүгінгі керемет кешімізде тағы да біз кезекті әдемі тәтті тілекке берсек, біз құрмет санаған, біздер үшін әр тал шашы ағарған ұстаздарымыздың арасында сынып жетекшілеріміздің де орны бір төбе, ерекше. Сондықтан да біздің мінекей сонау 11-ші сыныпқа келгенге дейін жетелеп адам қылған барша ұстаздарымыздың арасында Гүлжан апайымызға деген құрметіміз болсын. Сонымен қатар Тентекова Тамара апайымызға деген құрметіміз болсын. Ерекше ыстық ықылас, қошемет, құрметпенен бермен қарай шақырамыз, келіңіздер. Гүлжан апай, Тамара апай, сонымен қатар Өтегүл апай, сізді де шақырамыз. Сыйлық береміз бұл жолы, келіңіздерге. Көңілдерін сәтте болса, назарданыз бермен қарай бізде болса, жаңа жігіттеріміз сайда шығып кетті деген сол кісілер келсін. Ортамызды толтырып отырайық, Ақтілек, жақсы ниет ұстаздарымыздан болсын. Жігіттерді айтайық, ұстаздарымыздың арасында сынып жетекші ағартушы ұстаздарымыз сіздерге қарай ерекше көңіл болсын. Мына бір апайымыз базардан қайтып келе, жұмыстан қайтып келе жатып, базардан үйге продукт аласылай деп, картошканы қаншадан деп бетіп қарап қалса, кезінде өзі сабақ берген шәкірті тұр дейді. Әй, пәленше түгенше, сен бизнеспен айналысып кеткенсің бе, молодец. Картошканы қаншадан? Картошканы 200 теңгеден. Ой, бір ай, не деген тамаша, маған енді 100 теңгеден беретін шығарсын десе, жоқ, апай, сізге 300 теңгеден деп айтады дейді килограмма. Әй, саған қаншама білім беріп шашында қаттым, сонда маған берген жақсылығын жасаған осы ма? Екесе қымбат қып сатып атсың ғой десе, апай, сіз маған дұрыстап сабақ берсеңіз, мен картошка сатып тұратын бедім деген екен ғой. Енді сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында әрқайсысында өз істерінің, өз кәсіптерінің мамандары сіздерге үлкен алғыс дей отыра тілектің дайық кәлеке матаба. Не құрметті апайлар, ұстаздар, бірге істеген жаңа бері сіздерге қойдырген. Құрметті міне оқушыларым деймін, оқушысын сіздерге. Бала олғындар, көріпес әрқайсында баладан бар. Не осыны 20 жыл болды мен бітіргендеріне. Кешегі сіздердің алдыңызға кішкене бала дейсіңдер. Ер жеттіңдер, ұл қызды болдыңдар. Мінеки барлығын көріп қуанып отырмын. Барлығын Аллаға шүкір жақсы отбасыларымен келіп отырсыңдар. Не деймін, бұдан да жақсы тілектер тілеймін сендерге. Осы дүние жүзінде бар жақсылық сендерге тілеймін. Осындай ауызбіршілікпенен 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл тойлап жүре беріңдер. Аман есен болыңдар, бақытты болыңдар, ауызбіршілікті болыңдар. Қазір қолғып не айтатынымды есімнен шығып кетті. Баяғыда енді кім апай айтты ғой, маған тапсырып едім балдарымды деп. Енді ұрдым ғой талай, айтайын, жасырмайын. Даяқты жеңімде қояңыз, сақайлайын бар деп. Не дейміз енді сендерді жақсы болсын, адам болсын деді. Рахмет, сендердің ата-аналарыңа да рахмет. Сонша бір балаға сен өйтіпсің деп келмеген сол кездің ата-аналарына рахмет, неге сендерді өсірген. Келешекте сендер де сондай ата-аналарыңда үлкен тәрбиелі, ұлағатты, алты ұстаз, жақсы жаңағы не дейміз, отбасының жақсы бір мүшесі болып жүре беріңдер. Қыздар да, күйеу балдар, құрметпен келіп отыр, қыздарымызды құрметтеп, аялап. Жігіттеріміз, келіншектермен, балдарымен не көріп жүргісі келіп отыр екен.
Бұдан да көбейе беріңдер, 30 жылдықта 5-6 баладан ертіктеріңдер нәсіп болса. Сендердің ұлдарыңды үйлендірген, қыз ұзатқан тойларыңды да нәсіп етсін бізге. Не дейміз? Барлық жақсылық тілеймін, аман болыңдар. Осындай қорықпай, осындай заманда сендердің 20 жылдық жасап жатқандарыңа енді жүректерің тұрылар екен. Рахмет. Рахмет міне. Өйткені дидарыңызға, жүзіңізге сай, тілегіңіздің де тәттілігін байқап отырмыз. Шашыңызды түйіп, әдемі қызыл көйлек киіп, нағыз бүгін кешке дайындалып келгеніңіз көрініп тұр. Біз енді Гүлжан апайымызды, Тамара апайымызға қарасақ, қарлығашты, қияқты, инабатты, ар-ұятты, шілей мақтан жіберттемей қойыңыздар, студентка сияқты деп қойыңдар, бола ма? Мінеге апайларыңызға үлкен рахмет. Анау апай ұрғанға көнген, сол соңғылары 84-тер екен ғой. 85-тен бері қарай ешқайсы көнбей қойыпты, бәрі жылаған, басталған. Мінеге сіздердің тәрбиелеріңіздің арқасы әрмен қарай жарнап беріңіз. Мына кеш жарық бүгінгі 20 жылдық кездесуге келген ұстаздар, мына 20 жылдық түлектер. Не дейміз, мына бүгінгі тойларың құтты болсын, әрқашан дастархандарың осындай кеңінен жайылсын, бір-бірлерінің тойларында, қуаныштарында осылай қызмет етіп, араларың суымай, орталарың азаймай, көбейсеңдер көбейіңдер. Не дейміз, мына енді жаңа Гүлжан айтты ғой, мен де сол толқып тұрмын. Жаңа ойлап қарасам, бұдан 20 жыл алдын мектепті бітіру кешінде күнді шығарып саламыз, күнді күтіп аламыз деп келмектағы жалғыз ескерткіштер баққанбыз. Сонда осы балдар шулап, олап еді, өздері шеген мектеп бітіріп жатырмыз деп. Сол кезде ата-аналар ойбай, мыналар бүйіре алмай қалдық дегенде, бәрін бір шетке тұрыңдар дегенде тұра қалғанда ата-аналар күлген. Ойбай, әр үйдің еркесін осынша бір өзіңіз бежеріп жүрсіздер ма деп та. Сондай сол айтқанды қылған балдарымен сол кездегі, не дейміз, қазір қарап отырмыз, әрқайсысың әр маманның иесі болғансыңдар, кәсіпкерсіңдер, біреуің анда, біреуің мұнда, қазір жан-жақтан жиналып бір жерде. Құдайға шүкір, біздерде карточка сататын жоқ. Бұдан да жоғары қуаныштарға, лауазымдарға ие болып беріңіздер. Әрқайсыңыздың семьяларыңызға, отбасыларыңызға аманшылық, ең бірінші денсаулық дейді ғой. Дендерің сау болсын, осындай кешті 20 жыл, 30 жылды ұйымдастырып жүре беріңіздер. Үйлерінде тойларға да барып жүретін апайларымыз дегенге. Не дейміз басқа? Дендеріңіз сау болсын. Бұдан енді басқа тілек айтайынсың, толықтырым жылды. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Осыны ұйымдастырып бәрімізді бір жерге кеше біз ескелі бері толқып, балдарымыз қандай дәрежеде екен, қандай көрсеміз жағымна жерде отырғанда мектепте біз фамилиямен сесеміз ғой. Балдар келе жатса, фамилияңды айтып бірінші деп күліп атымыз ғой. Рахмет, ұстаздарымызға тағы да қошемет. Өтемін апай, сізде айтасыз ба? Болды ма? Бірінші айтқан кезде толқып айтасың дейді, екінші рет айтқан кезде толықтырып айтасың. Енді мына ұстаздарымыздың тілегімен кешіп бітпейді, сонда да бір тілегін тыңдайық кәнеге. Комментарий мыналарға. Не деймін балдар, бізде осы кеше жақында ғана Тамара 50 жылдығымызды өткіздік. Одан сол 50 жылдыққа дейін асығып 48 жылдығымызды істедік 19 жылы, кеше 19-да. Асығып бара жатырмыз. Сөйтіп 50 жылдығымыз кеше жақында Өзбекстанда істедік, бірақ бір себеппен бара алған жоқпыз. Әлі де сол қалып кеткендер, әлі 50 жылдықты сентябрьде істесек екен деп гүгірлеп жүрміз әлі. Әлі сол баяғы балалықты ұмытар емеспіз. Ешқашан сендер де осындай балалықты ұмытпай бір-бірлерімен достасып жүре беріңдер. Рахмет, әрі қашанда басқан жерлеріңізден гүл шықсын, аспан көктеріңізден нұр шықсын, әулеттеріңізде қашанда аты шықпайтын қыз шығып, аты әйгілі ұл шықсын дейміз. Сіздердің берген тәрбиелеріңізді алған барша шәкірттеріңіз тек қана еліміздің тірегі, еліміздің іргесінің қалайтын кірпіштеріне айнала берсін. Енді біз үлкен алғыс хаттарымызды өздеріңізге арнайы оқып, марапаттап тұрып табыстағанда жөн санадық. Бұның өзі көрегенділік, қабыл алыңыздар ғана екен. Алхамдулилля. Ассалаумағалейкум, 84 жастары. Мына бүгінгі той баршаңызға құтты болсын. Мынандай көркем той болып жатқанда сіздердің үлкен үлестеріңіз бар. Осындай дәрежеге біріншіден Алла, екіншіден ұстаздарымызға үлкен
шапалақ осы ұстаздарымыздың артында Аллаға шүкір көбіміз үлкен биіктерге жеттік. Аллаға шүкір, Аллаға сан шүкірлер болсын. Осы апайларда біз бір қуантатын кезіміз келді міне. Алла шүкір ол күнді де жеткізді. Міне бәрі бүгін апайлардың қолымыздан келген басын қосып 84-тің атына беретін кішігірім сыйлығымыз бар. Соларды қабыл алсаң, ең бірінші мұғалімнен бастасақ. Өтегіл апайға бірінші сияпат кімде? Қайсыңыз апайға? Грамоталарыңыз оқып қойсаңыздар. Құтты бола берсін. Шақа оқысын, демек сақина алға қай деп шығады ғой? Өтегіл апай, сізге Келемек ауданы номер 1-ші Мойын Ақжайық атындағы орта мектебінің 2001 жылы мектеп бітіруші түлектер атынан алғыс білдіреміз. Ұстаз еткен жалпы елу төлен балаға деген ол Абай бабамыз. Сіздер жас ұрпақты санасы саналап, енгізетін тәрбие үлгі өнеге өлшеусіздер. Сіздер жастардың болашағын айқындалғаныңызда бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жеңіс күнін көтереді. Сіздің ертең еңбегіңіз өте үлкен. Жыл мұғалімі 84-тер алтын номинациясы сізді марапаттаймыз. Мынау 84-тің атынан дайындалған грамота. Гүлжан апайға деген сыйлығымыз кемзал тағы қолына алтын өзек 18 жаста таққан өзегін 60 жасайын қабыр тағасыз. Егілдіңіз тағыңызды. Сізде жыл мұғаліммен марапаттаймыз. Сізге де үлкен алтын сыйпа. Келесі сыйлығымыз Тамара апай. Роза, киіңіз. Кіші болса да үлкен көресіздер, қолымыздан келгені. Осы сіздерді қуанту үшін осынша жастарымыз, алыса келе алмайтын жастарымыз, және де үлес қоса біз бара алмаймыз. Мұғалімдер біздің атымыздан сыйлығымыз деп үйінде отыр, осы кезде біздің қуантуда ортақ болған 84 жастарының атынан сіздерге сыйлық. Сіздерге грамота марапаттаймыз. Күйеу балаларыңыздан байғасы беріп жатыр. Мұндай күйеу балаларына дәрежесін көтеру керек. Құтты болсын абайлар. Сіздерге үлкен рахмет. Қалған 5 жылды жоқ па? Күйеу балаға рахмет деп жатыр. Қалған мұғалімдер сіздер ренжімеңіздер. Қазір уақыт келеді. Сіздерге бір қуантатын сыйлығымыз бар. Қазірше класс жетекшілеріне. Мына не дейміз, мына сыйлық енді бұл көңіл ғой. Рахмет сол үшін үлкен. Сендер де осындай біздердің үйімізге жұғысты болсын барлықтарыңа. Сендерге де міне мұғалім болғандарың бар шығар орталарыңда. Сендер де осындай дәрежеге жеттіңдер. Одан кейін мына күйеу балаға да рахмет. Сияпат көңіл ғой енді. Жаңа Тамада баламыз айтты, енді ырза шығарсыңдар, ешқайсың картошка сатпайсыңдар ғой енді. Бәрі мықты бизнеспен жақсы оқыған бұлар, білім алған. Сіздер жақсы оқығансыз. Соны айтып өттім ғой, картошка сатпайды жақсы. Енді не дейміз? Мықты осындай ауызбіршілікпенен көре бересіздер. Мен бір айдан бері айтыватсыздар, 25-нен бері хабарласып жатсыңдар, біздер құттықтап жатсыңдар. Мен сол кезде бірінші жатқан едім жіберіп жатыр, мен қыздар Ақтілеу, Ақжанарлар. Ауылында 20 жылдығын балдарды жіберіп жатыр, рахмет, сөйтіп сыйлап жүргендерге. Сендерді Алла сыйласын, бақытты болыңдар, бала шағалардың рахатын көріңдер, еш жамандық көрмеңдер. Не дейін балдарым, жасап жатқан сый құрметтерің жаңағы орамал киім болмайды, жол болады деп атсыңдар ғой. Алла тағала сендерге де жұғысты болсын. Міне жасымыз 70-ге таяп қалды. 1-2 жылда 70-ге кіріп қаламыз. Біздерден жасымыздан да озыңдар.
қала берді 14-15 немере сүйіп отырмын. Алла тағала сендерге де соны сүйетсін. Бақ дәулетті болыңдар, ырысты несібер болыңдар. Мәртебелерің ұлық болсын. Еліңнің, халқының алдында жүздерің әрқашан жарқын болсын. Керемет. Бағана келе сап кигіздіріп, келе сап тағып қойылсақ дұрыс болар екен та, бодыры болып тұрып тілеген негізі. Рахмет, осының өзі көңіл. Ана күйеу балдарыңыз көрдіңіздер, 5 мыңнан бері бар. 5 мың ба? 1000 теңгеден ба? Ол да бір көңілді. Рахмет, Құдай қаласа күйеулерді көрегендік көрсетіп жатыр. Енді сіздерді ортаға алып, бір әдемі естелікке суретке түсіп алайық. Біздің Өтегүл апайымыз өте дұрыс айтады. Орамал том болмайды, жол болады дейді. Орысшасын айтсақ, орамал дорога не будет, шуба будет дейді. Мінеге қабыл алайсыздар. Болды. Тағы да осы апайларымыздың құрметіне ерекше біз тағы да ән сыйлағанды жөн санап отырмыз. Отбасымызда ата-анамыз бар болса, екінші ата-анамыздай, аналарымыздай болған осы апаларымыздың қашанда жаулығы желбірей берсін, мейірімдерін орамалдардың ұшына ұялатып, есен жүре берсін дейміз. Ақтолқын қыздарыңыз тағы да сіздер үшін ән салсын, көмейіне бұлбұл ұя салған тамаша сырғалы қыздарыңызға қошеметтеп қол соқпайыңыздар. Бәрекелді кештеріңіз.